Өткенде класстасымның группаласының құдашасының сіңлісі звондап маған, фотозонаға заказ аласыз ба дейді. Мен айтам, иә, заказ аламын, қай күнге, қайсы тойхана, қайда болады, қандай той, бәрін сұрап жатырмын ғой, енді қыз баланың туған күні дейді, еще бесік тойы дейді. Сөйтіп клиентке бағасын айтсам, өлә, туысқан екенбіз ғой, келістірсей по-свойски дейді. Мен түсінбеймін, ойланам, қандай туысқаным еді деп. Сөйтсем, қазақтарда сондай нәрсе бар екен ғой, бір нәрсе істеткісі келген кезде жақын, туысқан, брат, бір заттың бағасын түсіргісі келсе де сондай туысқан болып кете салады екенбіз ғой. Ол бізде оңтүстікте ғана сондай ма, или бүткіл Қазақстанда сондай ма? Мен түсінбей қалдым бар ғой. Жоқ, вообще түсіре алмаймын, түсініңіз, менің жолым бар, барып қайтуым бар, расходы бар, нормальный негізінде деп айтып жатырмын ғой, түсіндіріп жатырмын. Сөйтсе маған бүйтеді. Алло, это Заяц? Ну, Заяц! Ну, Заяц! Погоди! Дейді маған, ойбай, әпше қойыңыз, мен зайцы-майцы емеспін, мен қоян емеспін мен сізге дедім. Мен оформление жасайтын адамын дедім. Бопты әпше дедім, сіздікі де емес, менікі де емес, ортасындағысын келсейік дедім. Сөйткен едім, мақұл дей қалды әйтеуір. Өйтіп, ақшасын зорға келіскен баннеріміз осы енді. Өмір сүре берсең, көре бересің деген осы екен ғой. Көп фотозонамыз типа Барби стильде болады, барлық нәрсе ашық түсте, розовый, ақ, әдемі, сондай қыз баланың бесік тойы болғандықтан осындай яркий цветтерді таңдады клиент. Осындай фотозона жасап үйренгіңіз келеді ме? Келетін болса, маған WhatsApp-қа жазыңыздар, мен сіздерге өзім жауап беремін. Қазір күшті акция беріп жатырмын, 50% жеңілдікпен курсқа тіркеліп үлгеріңіздер. Ал бүгінгі фотозонамыз осылай болды. Сіздерге қалай, ұнады ма? Ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.